Мұхтар Әуезов, Шерхан Мұртаза, Оралхан Бөкейдің қандай шығармаларымен таныссыз? Оралхан Бөкейді мен таныспын кейбіреумен. Қандай? Бірақ есіме түспей тұр. Кербұғы, Атаукере, Қарғызы, қандай шығармаларын оқығансыз? Жоқ апай, неме туралы? Шайтан көпір. Соны. Ал Мұхтар Әуезов пен Шерхан Мұртазадан? Жоқ. Оқығанбыз, әрине оқығанбыз. Мұхтар Әуезовтің шығармаларын хотя бы біреуін білмейтін адам жоқ шығар. Мұхтар Әуезовтың Абай жолы бар, Көксерегі, олардың бәрін білеміз ғой. Мектеп кезде оқығансыз? Мектеп кезде, Қазір? Қазір оған уақыт жоқ, бала-шағамен. Шерхан Мұртаза, Оралхан Бөкейдің қандай шығармаларымен таныссыз? Қандай әңгімелерді оқығансыз? Біз емесінде шетел тіліміз біз. Ал Оралхан Бөкейдің Атаукересі, өз отын өшірме, осы шығармалары 20 ғасырда жазылғанмен де бүгінгі 21 ғасырда өте өзекті болып табылады оқырмандарға. Олардың айтпақ идеясы, қазақтың оқуға деген талпынысы жоқтығы, жаңа өз әңгімелеріндегі кез келген әңгімесін алып қарайтын болса, өзінің бір өкініш бар. Яғни қазақты білім ғылымға көңіл толмайды. Қазақтарды білімге, ғылымға шақыратын шығармалары насихатталу керек деп ойлаймын. Негізі оқыған, бірақ есімде жоқ. Мүлде атаулар. Абай жолы мүмкін. Абай жолы мүмкін. Мен Көксерегін оқыдым. Осы Көксерек жаңағы әңгімесі өте ерекше әсер берді, себебі оның бас жағынан бастап оқып келе жатқан кезде барлық толғанысын жаңағы басты кейіпкердің өзін бірге сезініп келесің. Аяқ жағына тоқтала келетін болсақ, Көксерек оны жаңағы сатып кетеді ғой. Сол кезде жаңағы балаға деген бір аянышым пайда болады да, сөйтіп осы бір үлкен әсер ететін шығармалардың бірі деп айтамыз. Барлығын қазір айтып отыруға уақыт жетпейді ғой. Айтсаңыз сіз қандай шығармасын оқып дейсіз? Енді жағыры жоқ. Оларды шын айтсам оқымаған емес, мен деген орыс жағынан оқығанмын да, Сергей Есенин деген сияқты. Жақсы, рахмет. Мұхтар Әуезовтің Абай жолы романын білемін, Шерхан Мұртазаны білмедім. Абай жолын оқыдыңыз ба өзіңіз? Бір томын аяқтауға жақындадым. Шерхан Мұртазаның 6 томдық шығармалар жинағымен таныспын. Оның ішінде өзім жақсы көретін бірнеше романдарын оқығам. Қызыл жебесі бар, және Ай мен Айшасы. Ай мен Айшасына көбірек тоқталуға болады. Негізінен сол өзінің балалық шағына сыр шерткен үлкен шығармаларының бірі. Соны білем. Русская литература. Мұхтар Әуезов, Көксерек, Абай жолы. Тағы кім дедіңіз? Оралхан Бөкей, сосын Шерхан Мұртаза. Есінде жоқ. Абай жолы, жақында Құнанбайды оқыдым. Ал Шерхан Мұртаза мен Оралхан Бөкейден? Мұртазадан андымды шығатынан журналдардағы оқимын, журнал жақсы. А так прям специально оқысын оқам жоқпын. Оралхан Бөкей? Все-таки я преподаватель иностранного языка. Содан кейін уақытымда көп жоқ оған.